Дүниетану сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы менің құқықтарым мен міндеттерім. Сабағымыздың мақсаты Конституцияның адам өміріндегі маңызын білесің. Қазақстан азаматтарының құқықтары мен міндеттері жайлы оқып танысасың. Балалар, Конституция деген не? Конституция латынның constitutio, яғни құрылым сөзінен шыққан. Мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғарғы заңды күшке ие заң, немесе заңдар тобы. Конституция осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі, мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады. Сен Қазақстанның азаматысың. Қазақстан Республикасының Конституциясында еліміздегі азаматтардың құқықтары мен міндеттері жазылған. Балалар, 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні екенін ұмытпаңдар. Сен осыған дейін өз құқыңмен танысқансың. Әрбір бала неге құқылы? Дәрігерлік көмек алуға, дем алуға және бос уақытын пайдалануға, білім алуға, отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге, ақпарат алуға, есім мен азаматтық алуға, қамқорлыққа құқылы. Бүгінгі сабағымызда Конституцияда жазылған адам құқығы мен бостандығы туралы заңдарды оқып танысамыз. Қазақстан Республикасының Конституциясының 12 бабы 3 тармағында республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып міндеттер атқарады. 15 бабының 1 тармағында әркімнің өмір сүруге құқығы бар. 2 тармағында ешкімнің өз бетінше адам өміріне қиюға қақысы жоқ делінген. Ал 19 бабының 2 тармағында әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар делінген. 20 баптың 1 тармағында сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. 25 баптың 1 тармағында тұрғын үйге қол сұғылмайды. Соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді. Тұрғын үйге басып кіруге, оны тексеруге және тінтуге заңмен белгіленген реттер мен тәртіп бойынша ғана жол беріледі. 26 баптың 1 тармағында Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. 26 баптың 4 тармағында әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар делінген. 32 бапта Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға қақылы. 30 баптың 2 тармағында республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға қатысуға құқы бар. 14 баптың 1 тармағында заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең делінген. 14 баптың 2 тармағында тегіне, әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты
немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды делінген. Балалар, бүгінгі адам құқы мен бостандық туралы заңмен танысып болдық. Енді дәптерімізді ашып жұмыс жасаймыз. Бүгінгі күнді жазып, сынып жұмысы деп жазамыз. Оқулығымыздың 121 бетінде мынандай сурет берілген. Осы сурет бойынша өз міндеттеріңді жазып шығыңдар. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта бәрін жақсы түсінген болсаңдар, өз көңіл күйлеріңді мынандай смайликтер арқылы жіберсеңдер болады.